Сәлеметсіздер, қымбатты көрермендер, сіздер IT сервис KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізде ремонтқа келіп түскен телефон Samsung J5 2017 жылғы телефон. Оның моделі SM-G530 FM. Қандай мәселемен келген телефон Google аккаунт бұғатына құлтанып қалған екен. Егер сіздерде телефондарыңыз осылай Google аккаунт бұғатына құлтанып қалған болса, онда бұл бұғаттан үй жағдайында өз қолдарыңызбен қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеодан көретін боласыздар. Егер сіздер осы подтверждение аккаунты деген бөлікке келген болсаңыздар, онда артқа қайтасыздар. Және Wi-Fi желісіне келгеніңізде телефонда Wi-Fi желісіне қосып аласыздар. Яғни телефонда интернетке шығуға мүмкіндік болу керек. Одан кейін біз осы тұрған күйінде дамай үй кнопкасын тездетіп 3 рет басамыз. Және бізде телефонда специальный возможность деген қосылу керек. Мінекей Talkback деген. Ол қосылған соң экранның бетінде ағылшынша үлкен L әріпін сызасыздар. Мінекей тездетіп. Ол жерден настройка Talkback дегенді бір рет таңдайсыздар да, 2 рет экранның кез келген бөлігіне бассаңыздар, настройка Talkback дегенге біз кіреміз. Одан кейін Talkback функциясын өшіру үшін үй кнопкасын тағы да тездетіп 3 рет басасыздар. Сонда бізде Talkback функциясы өшіріледі, және біз ең төменіне түсіп настройка Talkback'тен ол жерден справка отзыв деген таңдаймыз. Ол жерден ол функция Switch Access для Android деген екінші қатардағын таңдап, ол жерден YouTube-тың терезесі шығады. Ол жерде біз бірінші YouTube-тың қызыл белгісіне басамыз. Ал екінші рет Switch Access деген сол видеоның тақырыбына басасыздар. Одан кейін видеоны төменге түсіріп, өшіріп тастайсыздар. Және біз YouTube приложениесіне кіреміз телефондағы стандартта. Одан кейін жоғарғы оң жақта кішкене адамның белгісі бар, соған басасыздар. Условия использования политика деген бар, соған бассаңыздар. Біз стандартта интернет браузеріне кіреміз телефондағы. Одан кейін біз www.youtube.com деген жерге ағылшынша adrom деп жазамыз. Adrom деп жазған соң, ол жерде Adrom Bypass деген болады. Сол Adrom Bypass дегенге басасыздар. Одан кейін бірінші Bypass Google аккаунт 2019 дейді, соған басасыздар. Ол жерден 2 файлда жүктеп аласыздар телефонға. Ол біріншісі сіздер жерде 6-шы қатардағы FRP Adrom APK деген соны жүктейсіздер. Бұл жерден X-ті баса саласыздар, қазірше бізге керек емес. Одан кейін Quick Shortcut Maker деген приложение файл болады, соны жүктейсіздер. Екінші рет FRP Adrom менде жүктеліп қойған, ал Quick Shortcut менде жүктелмеген болатын. Одан кейін сіздер закладка дегенге кіресіздер. Закладка, ол жерден журнал загрузок. Ол жерден FRP Adrom деген тұрады, жаңа біздің жүктегеніміз, соған басасыздар. Және оны установить деген таңдайсыздар. Ол жерден готовын таңдайсыздар. Енді екінші орнататымыз Quick Shortcut Maker APK программасы. Установить. Бұл жерде X баса саламыз. Бұл жерден открыть таңдайсыздар. Және жоғарғы бөлікте действие приложение избранное деген болады. Сол жерден приложениені таңдайсыздар. Ол жерге введите количество слов дегенге нас деп жазып көреміз. Одан кейін X-пенен бір рет сыны өшірсек, настройка шығады бізде, автоматты түрде настройкаға басасыздар, просмотретті таңдайсыздар. Ең төменіне түсіп, телефонның моделінің сведения пулосын көрсек, мінеке Android версиясы 7 екен. Енді біз телефонның настройкасына кірдік, ол жерден сіздер таңдайтын бөлік, ол экран блокировка и защита дегенге кіресіздер. Және ең төменіне түсіп, ол жерден другие параметр безопасность. Ол жерден администратор устройства дегенге кіресіздер. Find My Device деген бар, соған бассаңыздар. Ол жерден отмена выключить болады. Выключить деген таңдайсыздар. Және Find My Device-та біз өшіріп қоямыз бөлігін. Артқа қайтасыздар. Тағы да артқа. Телефонның настройкасының ішінде приложение дегенге кіреді. Ол жерден сервис Google Play дегенді іздеп табасыздар. Мінекей, сервис Google Play. Соған басасыздар. Ол жерден выключить. Мына жерде остановить.
және бұл сервис Google Play'ді біз уақытша өшіріп қоямыз, артқа қайтамыз, артқа. Енді бізге керек болатын облака и учетный запись деген бөлігі настройканың ішінде. Соған кіресіздер. Учетный запись, добавить учетный запись, ол жерден Google шығады. Googleға басасыздар. Және кішкене күтіп тұрасыздар. Ал енді мына жерге біз кәдімгі қолданыста жүрген пароль мен логин білетін Google аккаунтты жазамыз, Gmail. Gmail жазылған соң, дален басасыздар. Енді мына жерге пароль жазу керек. Сіздер өздеріңіздің Gmail'дарыңыздың паролін жазасыздар. Мен өзімдікін жазам, және оны сіздерге көрсетпеймін. Неке жазылды. Одан кейін дален басасыздар. Бұл жерде принимаю. Одан кейін бұл жерде перезапуск дейді, перезагрузкаға жібер дейді. Сіздер перезагрузкаға жібермейсіздер, артқа қайтасыздар, артқа. Және приложениеге қайтадан кіреміз. Мына жерде все приложение дегенге бассаңыздар, ол жерден отключение, включение деген болады. Отключениеден таңдап, сервис Google Play'ға кіреміз, және включить дегенді басып, оны іске қосамыз қайтадан. Артқа қайтамыз, артқа. Және осы настройкада тұрған күйінде телефонды бір рет өшіріп қосамыз. Перезагрузить. Телефон қосылған соң видеоны жалғастырсақ, сіздердің уақыттарыңызды үнемдеу үшін. Ал сіздер телефон қосылғанға дейін кішкене күтесіздер. Сонымен бізде телефон қосылды. Ол жерден сіздер қайтадан бастапқы бөліктің бәрін өтіп шығасыздар. Начать. Мына жерден далее. Принять все. Далее. Проверка сети деген бөліген кішкене уақыт алады. Күтесіздер. Аккаунт добавлен деген бөлік шығады қазір. Мінекей, аккаунт добавлен. Біз жазған аккаунт жазылды. Далее бұл жерде. Телефонда Android версиясы 7. Он 16 гигабайт телефонның жадысы. Кішкене күтесіздер. Подождите деген бөлік біраз уақыт алады. Мен соған дейін видеоны келесі командалар шыққанға дейін кішкене тоқтата тұрсам, достар. Подождите деген бөліктен защита телефон шығады. Ол жерден сіздер нет спасибоны таңдайсыздар. Пропустить. Және жерде төменге түсесіздер. Пропустить. Төменге түсіп, готово. Және біз GPS 2017 жылғы Samsung телефонын сіздермен бірге толықтай Google аккаунт бұғатынан шығардық. Енді телефонның настройкасына бір рет кіресіздер. Ең төменіне түсіп, сведение о телефоне, сведение о ПО, версия Android 7 мінекей. Одан кейін ең төменінде болғанда жоқ, біз номер сборки дегенге 7 рет басамыз, тездетіп, 3 рет, 7 рет. Одан кейін артқа қайтасыздар. Және бізде телефон настройкасының параметр разработчик деген бөлік қосылады. Соған кіресіздерде, ол жерден разблокировка предусым деген бар. Яғни OEM деген мына жерде үлкен әріппен. Соған қосасыздар. Бұл телефонда заводтық түрде телефонда Google аккаунт бұғатынан жаңағындай шығарып отыратын болады. Телефон форматталған кезде Google аккаунтқа қайта түспейтін болады. Одан кейін артқа қайтасыздар да, телефонда осы тұрған күйінде общий настройкаға кіріп, сброс данных. Және Google аккаунт өшірместен сброс данных қылсақ болады. Себебі біз заводтық телефонда бұғаттан шығаратын бөлігін қосып қойдық телефонда. Сбросить, удалить все. Және телефон келесіде қосылған кезде сіздерден Google аккаунт бұғатын сұрамайтын болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, каналға жазып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Біз ойлаймыз, сіздердің лайктарыңыз осы видеоны шығарып жатқан авторларға ең үлкен, ең жақсы бір алғыс деп. Сау сәлеметте болыңыздар.